Ол 8 жыл Англияда білім алды. Мұндай халықаралық дипломымен әлемнің кез келген жерінде перспективалы жұмыс істеуіне болар еді. Бірақ ол өйтпеді. Туған жеріне келіп, ұлттық спорт түрлерін насихаттап, ұлтын ұлықтаумен айналысып жүр. Біз бүгін Көкпар клубын ашып, төбет асырап, қарабайыр жылқы өсірумен айналысатын кәсіпкер Данияр Дәукейге қонаққа келдік. Атамекен бизнес арнасының эфирінде Замандас Лайв, армысыздар. Данияр мырза, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Рахмет. Данияр Дәукей, кәсіпкер, мал шаруашылығының қожайыны. Лондондағы Regents колледжін MBA бағдарламасы бойынша тәмамдаған. Төбет қазақы ит қорының жетекшісі. Қазақтың мал шаруашылығы, төбет және көкпар ұлттық спортын дамытып, насихаттап жүрген кәсіпкер. Данияр мырза, жалпы әлемде гольф ойнайтын клубтар бар. Футбол ойнайтын алаңдарда жалға беретін де көрдік. Бірақ көкпар ойнайтын жер жоқ. Сізге мұндай көкпар клубын ашу идеясы қалай келді? Дұрыс айтасыз. Мынау әлемде алғашқы рет ашып жатырмыз. Көкпар клубымыз. Кезінде Қазақи қарабайырмен айналыса бастадым. Сөйтіп көкпарға келдім. Өзім ойнап көрдім. Сол өте қызық екен. Көкпарда өскен азаматтар бар. Соларға ол жаңалық емес. Бірақ мысалы бізге қалалық адамдарға ол жаңа жоба, нағыз қазақтың дәстүрі екен. Сол біздің формат ЖКЛ формат дейміз. Жастар көкпар лиганың форматы. Қысқа аланда шаптырат, 3-3 ойнаймыз. Бір замена ғана. Сол толық командада 4 адам ғана. Алан 100 метрге, 50 метрге. 2 қазандық бар, шөптен жасалған. Атқа да зиян жоқ, адамға да зиян жоқ. Біз жаңағы ЖКЛ форматында тек қана муляж серкемен шабамыз. Қалаға өте ыңғайлы ойын, жұртке ұнап жатыр, адамдар келіп жатыр. Үйреніп жүр көкпарға. Ұлыбританияда 8 жылға жуық білім алдыңыз. Бірақ әлемнің кез келген елінде перспективалы жұмыс істеуге сізде мүмкіндік бар еді. Не себепті елге оралып, осындай ұлттық дәстүрлерді жалғастырумен айналысып келесіз? Себебім қазақпыз ғой. Қазақ өзіміздің ұлы даласыз қазақ емес. Өзім туған жерсіз қазақ емес. Осындай мақсатпен қайтып келдім. Елге, жұртымызге қызмет етуге. Сөйтіп Қазақи төбетпен айналыстық, Қазақи қарабайырмен айналыстық. Енді көкпарға көштік. Төбет деп айтып қалдыңыз. Жалпы төбет қазақы ит атты жобаңыздың басталғанына 15 жылдай уақыт болып қалған екен. Бұл жобаның әуел баста құрылғандағы мақсаты қандай болды және 15 жылдың ішінде сол мақсатқа жете алдыңыздар ма? Қазақи төбет ол нағыз малшының иті. Нағыз қойдың отарға қарайтын ит. Бізде мысалы біз жұртке не көрсеттік? Қазақи төбет мал бағу керек. Отарда жүру керек, қасқырдан құтқару керек. Сөйтіп соны негізінде біздің жастарымыз өте мықты. Жаңағы қазақшылыққа неге қазір жұрт түсінді, Аллаға шүкір. Төбетті мал дастайды. Енді төбет қандай болу керек, қандай түрі болу керек, қандай мінезі болу керек, оны жұртке түсіндірдік. Енді ары қарай көкпарға көштік. Өзіңіз аңға шығасыз ба? Жылқыңыз бар, төбеттеріңіз бар. Аңшылық осы көкпармен тоқтаттым. 2 жылдай болды аңшылыққа шықпайтын болдым. Бірақ Алла бұйырса жалғастырамыз. Арманымыз бар. Мысалы сайтшылықта құсбегілік деген бар. Сол құсбегілікке әлі жеткен жоқпыз. Біраз құс ұстадық, бірақ уақыт болмады. Енді Алла бұйырса көкпарды көтерейік, содан кейін құсбегілікке көшейік. Бәрекелді. Енді жаңа мал шаруашылығы деп қалдыңыз, қарабайыр жылқы, төбет бар. Жалпы бұл іс сіз үшін хобби ме, әлде басты табыс көзіңіз, яғни бизнесіңіз бе? Бұл хобби ретінде бастағанбыз. Енді хобби емес, енді жаңағы қарабайыр жылқыларымыз үлкен селекцияны жасап жатырмыз.
Енді ол бас кәсіп болып кетті. Мал шаруашылығынан бөлек коллекция жинаумен де айналысасыз. Егер мүмкін болса, қазір коллекцияңызда қандай жәдігерлер бар? Бізге осы үйіңізді аралап жүріп көрсетсеңіз. Әрине. Ал жүріңіз, бір ер тұрманды көрсетейін. Мынау Абай атамыздың ері. Маған Тоқтар атамыз Абубәкіров сыйлаған. Ер тұрманы Найман ер деп атайды. Жорғаға арналған. Сол көбісі аңшылыққа мінетін сондай ері. Сол біз Абай атамызға нағашылар боламыз. 8-ші атам Бертіс би болды. Осы құранды ер дейді. Негізі түрктің ерлері, сол осы ерлер өзбек бауырларымыз, қырғыз бауырларымыз осындай ерге мінеді. Сізге мұндай ұлттық жәдігерлер қалай келеді? Өзіңіз іздейсіз бе, әлде сыйлыққа аласыз ба, жоқ сатып аласыз ба? Атқа көп мінгеннен соң ерлер көп ауыстырамыз. Сол жақсы ер іздейміз, ыңғайлы ер іздейміз. Аңшылыққа бұрын көп шыққанбыз. Сөйтіп кезінде 143 келі салмағым болды. Сол кезде мықты ат болу керек, жақсы ер болу керек. Сол аңшылықта ұзаққа шығамыз. 12 сағат аттан түспейміз. Сөйтіп жақсы мықты шеберлерді тауып алдық. Соларға заказ бергенбіз. Сөйтіп хобби болып кетті. Енді әртүрлі ерлер жиналып жатырмыз. Жаңағы мынау Абай атамыздың ері туралы айта берсек, мынау жаңағы Найман ері дейміз. Сөйтіп осы Найман ерден кезінде советский кавалерийский ер шыққан. Сол кезде арзан ер керек болды, олар темірден жасады. Бірақ эскиз ретінде Найман ер алған. Сол ұзаққа ыңғайлы екен. Мынауды ескі ер, ескі бұлғары бар. Үзеңгілер ерекше жасалған, басқаша жасалған үзеңгілер. 100 жылдай болу керек. Сол судан қорқпайды, күннен қорқпайды. Сондай ерлер қазақ даласында керек қой. Енді рұқсат болса, сұхбатымызды сыртқа шығып, қарабайыр жылқыларыңызды көріп жүріп жалғастырсақ. Әрине, жүріңіздер. Жалпы көкпар ойынына қайта оралсақ, бұл ойын біздің халқымызға патенттелген ба? Жалпы әлем көкпарды қазақтың ойын ретінде таниды ма? Ол негізінде әлемге Орта Азияның ойыны ретінде белгілі. Бірақ негізінде әлем біздің көкпар ойынымызды жабай ойын сияқты біледі екен. Қазір кезде мысалы біз спортивный форматқа енгіздік осы ойынымызды. Қазір әртүрлі форматтар бар. Жаңағы қырғыз бауырларымыз қазандық көкпар ойнап жатыр. Олар үлкен алаңға ойнайды. 200 метр, 80 метрге алаң. Олар үлкен қазандыққа ойнайды. Ол кішіне аттарға, палуандарға кішіне зияны бар. Қазақстанда мысалы бізде шеңбер көкпар бар. Ол үлкен алаң жерге тастайды. Бірақ біздің формат, ЖКЛ формат, жастар көкпар лигасының форматы, ол қысқа алаңға арналған. И мынау қауіпсіздік қазандық бар. Шөптен жасалған. Жаңағы біздің лигамыз тек қана муляж серкемен ойнайды. Тірі серке сойып ойнамаймыз. Сол осы ойын қалаға жақсы екен, жаңағы көрермендерге, көзге ыңғайлы екен. Жаңа сұхбатымыздың басында айтып қалдыңыз, жылқыны селекциялаумен айналысып жүрмін деп. Сол жөнінде кеңірек айтып өтсеңіз? Сол жаңағы қазақтың селекциясы бұрын. Ол көшпенді өмір болған. Сол кезде біздің ата-бабаларымыз атқа көп мінген, көлік ретінде. Аңшылыққа пайдаланған.
соғысқа пайдаланған. Қазір кезде мысалы бізде селекция тек қана көкпар қалды және бәйге. ЖКЛ формат ол қарабайырға арналған. Өйткені осы жерде 4 палуан ғана шабады. Мұнда көп ат жоқ, ауыстыратын. Сол үшін мұнда төзімді, мықты, шыдайтын ат керек. Жылқыларды қалай көкпарға дайындайсыздар? Көкпарға тай кезінен дайындаймыз. Сол кезде жүректі, мықтыны таңдаймыз. Үйірге қайтадан жібереміз. Бір мініп, үйірге жібереміз. Сол көкпардың аты үйірде өсу керек. Сол кезде топтан қорқпайды, басқа айғырлардан қорқпайды. Сол кезде мықты болады. Біраз нәрсеге үйретеміз. Жаңағы өліге ыңғай жасау үшін сол ат қағу керек, сондай қорқпау керек. Жаңағы жекпе-жек әдісі бар. Сол жақта ат біраз нәрсе итеру керек, жату керек. Қайтадан палуанға ыңғай жасау керек. Үйтіп дайындаймыз. Жалпы Америка десе есімізге мустанг түседі. Англия десе шайыр, түркмен десе ақалтеке түседі. Ал қазақтың өзіміздің қарабайыр жылқымыз бар. Бұл жылқымыздың ерекшелігі неде? Бұл негізінде қарабайыр жылқымыз ол бүкіл әлемнің жүйрік аттардың атасы екен. Ол негізінде ең қиын екен қазағымызға дәлелдеуге. Бүкіл әлем білет, жаңағы аңғылшындар осы зерттеп дәлелдеді. Өзімізге дәлелдеу керекпіз. Бүкіл негізінде жылқыға жайылым керек. Жайылым кімде? Аллаға шүкір, жайылым қазақта. Сол ең мықты жайылым Сарыарқа, Жетісу, жаңағы Қаратау тауларымыз, Алатау тауларымыз мықты жайлау. Жаңағы батыс Қазақстанның жерлері керемет. Көкшетау айтпай қойайық. Жаңағы Ертіс бойы керемет. Шығыс керемет жерлер жылқы. Таза жылқыға арналған жерлер. Қарабайырдың керемет жылқы екен әлем мойындады деп. Енді әлемдік қауымдастық тарапынан осы жылқыға деген сұраныс бар ма? Жалпы экспортқа шығару сіздерде қалай жоспарланған? Ол негізінде біз бірінші рет жаңағы төбетті сияқты біз заң түрінде енгізу керекпіз. Қазір кезде қарабайыр деген тұқым заңда жоқ бізде. Кезінде төбет итіміз болған жоқ, тазы итіміз болған жоқ. Біз соны біраз жұмыс атқарып енгізгенбіз. Қазір кезде тазы төбет иттеріміз ол асыл тұқым деп саналады заң түрінде. Тура сондай жоспармен біз қарабайыр жылқыларымызды реттеу керекпіз. Бірінші ол Қазақстанның заңда біз енгізу керекпіз. Асыл тұқым деген қарабайыр деген жылқы. Сол кезде ары қарай уже жұмыс істеуге болады. Данияр мырза, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Бүгін өте бір керемет күн болды. Қарабайырмен таныстық, сіздің көкпар клубыңызды көрдік. Осындай керемет істің бастамасында тұрғаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Рахмет, келіп тұрмыз. Рахмет. Құрметті көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде Замандас лайф бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бүгінгі хабарымызда біз ұлттық спорт түрлері туралы айттық. Эфирде көріскенше сау болыңыздар.